Так, ассалаумалейкум қазақ елі. Аяқ асты шешім қабылданып, мына жерлерді орып тастау керек болып жатыр. Мына дырабылкіні көлеңкеге қарай апарып. Себебі бір таныс жігіт, дос жігіт нәбесімнің астында былтырғыдан қалған сабан шөп бар еді. Соны тегін берем, телешкімді теп қоям, өзің басырасың, сосын тегін әкеп төгіп кетем дейді. Я маған ол бола береді, былтырғы шөп именно нәбестің асты сасымаған жермеген, осы жерге төгіп алуым керек. Сосын тағы бір аралас жүрген жігітке Алла қаласа, берекесін берсе, 100 000 теңге 3-4 күнге қарызға бердім. 3-4 күнде қайтармасам, жоңышқа орып атыр едім, жоңышқа берем орнына деді. Общем, шөптің сезоны келе жатыр. Міне жерге жаңағы сабан, жоңышқалар келуі мүмкін. Ал ол жай келмейді, трактормен келеді. Мына жақсы шөптерді таптап кетпес үшін мен әзір Алла қаласа тездетіп оратым болам. Қазір сағат 3-тен асып кетті. Бізде күн үсті құдықтың суы үлгірмейді, және мал су шақ келдірмей жатыр. Барынша суды құйып қоямыз. Сосын мына жердегі орақпен мынау жасыл шөптерді орып береміз. Бұлар өзі су бойында шөлін басады, және азық болады бұйырса. Малдардың жағдайы өте жақсы. Міне мына су құрып қалды. Кәне су құрды ма? Құрып қалды, азайып қалды. Аллаға шүкір, малдардың жағдайы өте жақсы. Так, сезонда сен жұмыстың шаңын шығармасаң, сезоны кеткен соң сол жұмыстар сенің жаныңды шығарады. Шаршама, тек шаршама. Давай баса бер, тәке. Так, енді өз ауламды оруды бастадым. Арғы ауланы болғамын. Мына жерлерді орып тастау керек. Мына жерге шөп бірдеңе әкелсек кедергі болады. Енді болмаса мұжылып машинаның астына тапталып қалады. Трактордың астына. Шөптің уақыты басталды бұйырса. Шөп жиямыз Алла қаласа. Мынау былтырғыдан асқан шөп. Бір сағатта орақтың 1, 2, 3, 4 жері кетілді. Бірақ мынандай жер орып тастадық. Енді мына жағалатып отырып бит орамыз бұйырса, қолдың күштің жеткенше тағы жарты сағат орамыз. Сосын екінші намазын оқып аламыз да, кешке мал жайғаймыз. Сосын ертең азанда таң намаздан кейін мал жайғап бұрып тағы орамыз. Міне көлеңкені қолап жүр, міне жер көлеңке болды. Енді біраз тезесем, көлеңке маған үлгірмей қалады. Сол демалып көлеңкемен бірге істеп жүрмін. Азанда мұн жақтың көлеңкесімен пайдаланамын да, таң намаздан кейін орып тастайын бұйырса. Так, біраз жер орып салдық енді. Ертең үні жер, бүйтіп ора саламыз. Шүкір Алла.